Армысыздар оқырман, сіздермен бірге әдеттегідей маркетинг және рекрутинг басқармасының ұйымдастыруымен жаңадан бастау алған Букетов подкаст жобасының кезекті шығарылымы. Біздің қонағымыз химия факультетінің 4-ші курс студенті, оқуда озат, өнерде өрелі әрі белсенді студентіміз Мұқанова Ақнұр Мейрамбекқызы. Қош келдіңіз, Ақнұр. Қош көрдік. Шақырғандарыңызға рахмет. Сізге де рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй өте керемет. Ендеше біз бастайық. Біздің оқырмандарымызға өзіңіз жайлы таныстырып кетсеңіз. Мен Мұқанова Ақнұр Мейрамбекқызы, Қарағанды облысы Қырқаралы ауданы Егінбұлақ ауылына қарасты Айрық ауылының тумасымын. Қазіргі таңда химия факультетінің 4-ші курс студентімін. Сол басқа. Мектеп қабырғасындағы жылы естеліктеріңіз жайлы? Мен мектеп қабырғасында дегенде 2 мектепте оқығанмын. Оның екеуінде де өте көп естеліктер болған. Бірақ айта кететін, Егінбұлақ ауылында 43-ші номер мектебінде оқыдым. Ол мектеп қабырғасында мен бүкіл балалық шағым сол мектептің қабырғасында өтті десек те болады. Осы жолға келуіме, осы Букетов университетіне түсуіме бірден-бір себепкер ұстаздарым да сол мектептен болған. Біле білсек, сіз бала кезіңізден бастап оқу мен өнерді қатар алып жүрген екенсіз. Қалалық деңгейден бастап халықаралық деңгейдегі байқауларға қатысып, жүлделі орын иегері атандыңыз. Өнерге деген қызығушылығыңыз қалай танылды? Өнерге деген қызығушылығым ең алдымен ата-анамнан дарыған деп ойлаймын. Себебі бала кезімнен ағамның, анамның, әкемнің домбырада ойнап, ән айтып отырғандарын көргеннен кейін өзімде де қызығушылық ойнана бастайды. Бала кезімнен бастап олардың ойнаған дүниелерін домбыраға салғым келеді, бірақ кішкентай бала болғаннан кейін ол шықпайды әрине. Әнге де қызығушылық солай басталған болатын. Одан кейін мектептегі ұстаздарымның арқасында да айтуға болады, және де қасымдағы достарымнан да солай үйреніп, осы өнерге деген қызығушылығым солай ашылған болатын. Өте керемет. Енді қазіргі таңда сіз Букетов университетінің студентісіз. Неге өнер жолына бет бұрмадыңыз, яғни ғылымға бет бұрыпсыз, соның ішінде химия, яғни фармацевтикалық техникалық өндірісіне, оған біреу түрткі болды ма? Негізі 9-шы сыныптан кейін мен өнерге түскім келген болатын, әрине, өйткені қанша жерден ән айтып домбыра тартып жүрсем де сол бағытқа кеткім келген, бірден өнерге. Бірақ енді үй ішімнің ықпалы болып 11-ші сыныпқа дейін, 9-шы сыныптан 11-ші сыныпқа дейін менде қызығушылығым химия пәніне ашылып, содан кейін осы химия факультетіне оқуға түскен болатын. Өзім мамандығым қазіргі таңда өзіме қатты ұнайды, қызықты мамандықтардың бірі, ешқашан өлмейтін мамандықтар деп айтсам да болады. Осы тұста болашақта алға қойған қандай жоспарларыңыз бар? Яғни кәсіби тұрғыда белгілі бір даму, өсу, өну дегендей. Әрине, өз мамандығымды сүйіп оқығаннан кейін бәрібірде кәсіби тұрғыда менде жоспарларым көп, бірақ көп жағдайда мен өнермен кетіп қалады сияқтымын. Түсінікті. Бірақ дегенмен де сіз химия факультетіне ата-анаңыздың ықпалымен түстіңіз, иә? Жоқ, өз ықпалымен. Өзіңіздің ықпалыңыз, өзіңіздің арманыңыз. Өте керемет. Біле білсек, сіз жаңа жоғарыда айтып өткендей, университетіміздің белсенді студентісіз, соның ішінде жастар ісі жөніндегі комитеттің төрайымы, оқу ордамыздың Сарын фольклорлық ансамблінің солисті болып табыласыз. Сондай бір жауапкершілікті талап ететін міндеттерді қатар алып жүру қиын емес пе? Бірінші курста әрине қиын болатын, себебі енді ғана оқуға түскеннен кейін бәрібірде тек оқуға ғана кәдімгідей оқумен ғана отырам деп ойлайсың, бірақ сонда да студенттік өмірінің қызықты сәттерін бәрібірде тек оқумен ғана шектеп қоймай, өнер жолына да кірісіп кету маған басында қиынға соқты әрине. Одан кейін бірте-бірте бірінші Сарын ансамбліне кірдім, одан кейін жаңағыдай активистер қатарында болып, химия факультетінің жастар ісі жөніндегі комитетінің төрайымы қызметін атқардым. Бірақ қазір 4-ші курс болғаннан кейін олына өзімнен кейінгі студенттерге табыстап, қазір тек жаңағы дипломдық жұмыс істейді ғой, сонымен айналысып жатырмын. Осы тұста енді КДМ деп жатамыз ғой, жастар ісі жөніндегі комитетті. КДМнің төрайы болу арқылы сіз не үйрендіңіз? Қандай тәжірибе алдыңыз? Кейінгі өзіңіздің бір аға әпке буын ретінде ізбасарларыңызға бір үлгі көрсете алдым деп ойлайсыз ба? КДМ төрайымы болып, мен өте көп тәжірибе алдым десе де болады, себебі сол ортадан өзіңді шыңдай бастайсың. Қанша жерден активист болғанымен де ол жерде ұжыммен бірге жұмыс жасау, ол қаншалықты қиын екенін білеміз. Мен КДМ төрайымы 2-ші курсымда болғанмын. Содан бастап кішкене ұжыммен жұмыс жасау қиын болады, себебі өте көп студенттерді бір жерде біріктіріп ұстау, ол білмеймін, қиынға соғатын.
бірақ сонда да кәдімгідей студенттік өмірдің ең қызықты шақтары сол кезде өткен болатын. Әрбір конкурсқа дайындалған сәттен, әрбір бір мерекелік іс-шараны ұйымдастырғанда да өте көп қызықты жағдайлар сол КДМ-мен болған. Осы тұста біздің құрметті оқырмандарымызға, өзіңіздің замандастарыңызға, өзіңізден кіші университет табалдырығын енді аттаған бірінші курс студенттеріне қандай әпкелік кеңесіңізді бересіз? Кейбіреулері тек оқумен ғана жүріп, қоғамдық өмірге белсене етене жақын араласпай жатады. Бұған сіздің пікіріңіз? Енді тек қана оқумен жүріп шектелу дұрыс деп санамаймын. Себебі өзінің ертең оқу бітіріп кеткеннен кейін есіңе алатын бір жағдайлар болу керек қой. Сол үшін өнерге де, білмеймін, активист ретінде де мен бірінші курсымда волонтерда болғанмын. Сол әрбір ұйымнан сен өзіне жақын достар табасың, әрбір ұйымнан сен сол әр ұйымда қалай жұмыс істеу керек екенін білесің, өзіңді өзің шыңдайсың. Былайша айтқанда, ең бірінші өзіңе мақсат қою керек, өзіңді шыңдау керек, және де шаршамау керек, тек қана оқумен шектелмеу керек. Сөзіңіз аузыңызда, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, есте қаларлықтай бір оқиға болу керек деп. Сіздің осы университетте орын алған, ыстық ұяңызға айналған қара шаңырақта болған бір жыл естелігіңіз бар ма? Болса, бізбен бөлісе кетсеңіз. Жыл естелігі өте көп, өйткені әртүрлі конкурстарға қатысқаннан кейін, әртүрлі конкурсқа дайындалу барысында да өте көп болатын. Соның бірі, мен 3-ші курста жаңағыдай КДМ-мен жүреміз. Содан енді барлығын бірге алып жүру қанша жерден оңай деп ешкім айта алмайды, өйткені бәрібір де қиындық соғады, тем более қыз баласы болғаннан кейін ол кәдімгідей қиын болады. Сол бір кездерде 3-ші курста мен өте үлкен бір жобаға дайындалып жаттым. Ол кезде сабағым да қиындап кетті, өзімнің жаңағыдай әр түрлі ұйымдарда да жүрем, соның барлығының дайындықтары болады. Солай қиындап кеткен кезде бітті, мен барлығын тастаймын, тек оқумен ғана деп бәрінен шығып кетпек ойымда болған. Солар ғана. 4-ші курс студентісіз, яғни Алла амандығын берсе, университет табалдырығын бітіресіз, өзіңіздің ұяңыздан түлеп ұшасыз. Алда қандай мүмкіндіктер күтіп тұр деп ойлайсыз? Оның үстіне өндірістік тәжірибе, яғни практика деп жатамыз, жарты жыл ма, қанша 5 ай практикада боласыздар. Сол жайына да бізге толығырақ бір ақпарат беріп өтсеңіз, жалпы факультетіңіз жайлы да біз біле бермейтін. Химия факультеті жайында, онда бізде химия факультетінде өте көп студенттер оқиды. Оның үстінен менің оқитын мамандығымда өте көп студенттер, оның ішінен жақсы оқып, жаңағыдай өзінің мамандығымен жұмыс істеп кететін де студенттер өте аз негізінен. Бірақ мен өзімді ойлаймын, бұл салада жұмыс істеймін деп. Себебі бұл саланың қызықтыратын бағыттары өте көп. Жаңағыдай біз өндірістік практикада енді әзірге нақты шешпедік қай жерде өтетінімізді, бірақ білеміз. Енді алдағы уақытта да осы өзімнің мамандығыммен жұмыс істеймін деп ойлаймын. Себебі дәрі-дәрмектер жасау, оларды жасалу технологиясымен танысу деген сияқты нәрселер мені қызықтырады. Және де алдағы уақытта осымен айналысам деп ойлаймын. Осы бізге ғылым жайығы өте қызық. Өзіңіз ғылыммен айналысасыз ба, ғылыми жобаларға қатысып, ғылыми зерттеулер жүргізіп, жаңа енді мамандығыңызда өте қызық мамандықтардың бірі ғой, фармацевтикалық өндіріс, яғни дәрі-дәрмектерді қолдан жасайсыз. Енді бізге ол өте жат, таңсық дүние. Біз біле бермейміз, сіздің өз аузыңыздан естісек, бәрі қалай болады, практика жүзінде, тәжірибе жүзінде. Енді шынымды айтайын, бірақ енді қазір көп бағытта енді өнермен жүргеннен кейін мен былай өзімнің университет қабырғасы жобаларға қатыспаппын. Бірақ мектепте оқығанда біраз олимпиадаларға ғылыми жобадан қатысқан болатын, бірақ университет қабырғасына қатыспаппын. Енді сіздерге таңсық болғаннан кейін айта кетейін, ең алдымен бізде жаңағыдай бір сироп болсын өзіміз жасаған болатынбыз, өзіміздің жаңағыдай сабақтарымызда. Енді ол өте қиын деп айтатындай нәрсе емес, негізі түсінген адамға өте оңай заттар, жаңағыдай дайын заттан, мысалға шөптер болады, өсімдіктер болады, сол өсімдіктерден экстракциялау арқылы әртүрлі жолдармен біз жаңағыдай дәрі-дәрмектер аламыз. Енді оны тоқтай айтпай қойын. Ақнұр, енді біздің подкастымызды тек қана оқу ордамыздың оқытушылары мен студенттері ғана емес, болашақ талапкерлер де көріп отыр. Осы тұста мектеп бітіруші түлектерге қандай кеңес айтар едіңіз? Оқу ордамыз жайлы жалпы не ұсынасыз? Мектеп бітіруші түлектерге әрине өзімнің факультетіме және де осы оқу ордасына түсуге кеңесімді айтамын. Себебі Букетов университеті бізге өте көп тәжірибе берді, жаңағыдай білім ғылым барлығын өте жоғары деңгейде бізге ұсынып жатыр. Оның ішіне химия факультетінің өзімнің оқып жатқан факультетімді айтып өтсем,
біздің есігіміз әрдайым ашық түсуші түлектерге. Бізде өте қызықты әртүрлі бағыттағы жаңағыдай химия өндірісіне қызығатын балалар болатын болса, өте көп. Бізде әртүрлі мамандықтар бар. Өте қызықты, мұғалімдердің жылы қабақтары өте күшті әсер сыйлайды, және де оқуға деген қызығушылығыңыз арта береді. Сосын химия факультетінде тағы да айта кететін өте көп жаңағыдай тәжірибелер жасап, жоғары деңгейлерге шығуға болады. Арнайы өзінің ойынан дәрі-дәрмектер жасап шығаруға болады. Сол арқылы үлкен-үлкен жобаларды қорғап, үлкен жетістіктерге жетуге болады. Өнер жолына тағы да оралатын болсақ, сіз жаңа айтып өткенде бірнеше байқауларда жүлделі орын иегері атандыңыз. Соның ішінде былтыр ғана өткен университет аруы 2023 байқауының мейірімді ару номинациясын иелендіңіз. Сол жолында жалпы осы күні бүгінге дейін жеткен жетістіктеріңізде сізге не түрткі болды? Қандай да бір принциптеріңіз, құндылықтарыңыз жетеледі ме? Өзі бірінші курстан бастап менде андай нәрсе болатын. Мен барлық қатысып жатқан кез, неге менде қатыспасқа деген нәрселер болатын. Содан бірінші курста мен қатысқым келген, жаңағыдай университет ару мен сұлтандарына. Бірақ тәжірибе жинап алу мақсатында мен екінші курсқа дейін күтіп, содан кейін бірақ қатысқан болатын. Ол әр конкурсқа қатысқан кезде әртүрлі тәжірибе жинайсың. Әртүрлі дайындықтар болады, кешке дейін жүретін кездеріміз болады. Жаңа орта табасын, және де сол әр қиындықтың артында бір жетістіктің болатыны анық. Әрі өзіңді шыңдай түсесің. Сонымен қатар сіздің жақында ғана Новое телевидение радиосына берген сұхбатыңыз жайлы естідік. Ол сізге қандай бір тәжірибе болды? Бір радионың өзіндік ерекшелігі бар қайткенмен де. Сол жердің атмосферасын қалай сезіндіңіз? Осы жазда Новое ТВ радиосына сұхбат берген болатынмын. Ол сұхбат беруім жалпы домбыра күніне байланысты болған. Домбыра күнде Сарыарқа телеарнасы мені домбыра ойнауға шақырған болатын, видеоролик түсіріп. Содан ол кісілер мені шақырды, және де мен біріншіден әбден қысылдым, өйткені радиоға бірінші рет сұхбат берген болатын. Ол жақта әрине өз ерекшеліктері бар. Мысалға айтатын болсам, жаңағыдай сұхбаттасу барысында ол тікелей эфирде жүргізілгеннен кейін әр адам жаңағыдай өзінің сұрақтарын қойған болатын. Ол жерде енді тосыннан келген сұрақ болғаннан кейін жауап беруге кейде жауабын табылмай қалады. Радионың ең бір ерекшелігі сол, бірақ өте бір жақсы сұхбат болды. Себебі бірінші рет радиоға сұхбат бергеннен кейін ол жерде де өзінің жаңағыдай кем-кетік тұстары болды әрине, өйткені қобалжығаннан кейін көп ойымды айта алмай қалдым. Бірақ алдағы уақытта да жаңалықтарым болып жатса, жаңағыдай радиоларға сұхбат беруге дайынмын. Яғни ұлттық домбыра күніне орай сұхбат бердіңіз. Осы тұста қазіргі жастарға, келешек ұрпаққа бір патриоттыққа мән беру деген сияқты мәдениеттілікті насихаттау жөнінде қандай бір өзіңіздің пікіріңізді ұсына аласыз? Енді қазір мен салт-дәстүрдің көлемінде жүргеннен кейін, соның төңірегінде тойға да шығам, домбырада да ойнаймын деген сияқты. Әлихан атамыздың керемет сөзі бар: еліне қызмет ету білімнен емес, жүректен деген. Сол сияқты жүрекпен қызмет ете білу керек. Ақнұр, сіздің сүбелі сұхбатыңыз үшін көп рахмет. Алтын уақытыңызды бөлгеніңіз үшін арнайы алғысымызды білдіреміз. Осы тұста енді өзіңіз өнер жолында жүргеннен кейін, кеші болғаннан кейін қонаққа де сұрамай кету мүмкін емес деп ойлаймын. Ендеше құлақтан кіріп бойды алатын, жанды тебірентетін әсем күйіңізбен бізді бір қуантсаңыз.
сіздерге үлкен рахмет, осындай сұхбатқа шақырып, әдемі бір әңгіме болды деп ойлаймын. Оқырмандарға да бұл қызықты болды деген ойдамын, және де үлкен алғысымды білдіремін. Осы жобаларыңызға сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта шығармашылық табыс тілеймін.